депутаттық сауал Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Дүйсенова Тамара Қасымқызына. Құрметті Тамара Қасымқызы, Аманат партиясы фракциясының депутаттық сауалы ғылым ордасының құрамына енген орталық ғылыми кітапхана, Қазақстан ғылымы тарихы музейі, археология және табиғат музейлері, сондай-ақ ғылыми архивінің әлеуметтік сұрақтары туралы. Еліміздің ұлттық жадысы мен тарихи мәдени мұрасын келер ұрпаққа аманат ететін бұл мекемелер бүгінгі таңда заманауи талаптарға сай техникалық базаның жоқтығы, білікті кадрлардың тапшылығы және төмен жалақы секілді сұрақтарға тап болуда. Оларда бірнеше шешетін жүйелі проблемалар бар. Атап айтатын болсақ, мысалы орталық ғылыми кітапхана. Оның кітап қоры 5.800.000 сирек кітап қорын құрайды. Оның ішінде 15-18 ғасырларға жататын 20.000 дана қолжазба, 100-ден астам тілдегі 900.000 ғылыми басылым және ғылыми жинақтар бар. Бұл еліміздің зияткерлік қазынасы. Бірақ бүгінгі таңдағы ғимараттағы ауа баптау жүйесі жұмыс жасамайды. Қыста суық, жазда ыстық, ылғалдылық деңгейі реттелмеген. Нәтижесінде тарихи маңызы зор кітаптар үгітіліп, түптері ажырап, жоғалып барады. Мұндай қазынаны сақтап, оны зерттеу үшін білікті мамандар қажет. Кітапхана штатында небәрі 40 қызметкер бар. Оның 20 жылдық тәжірибесі бар кітапханашылардың айлық жалақысы 100.000 теңгені құрайды. Елімізде кітапханашылардың жалақысы кезең-кезеңмен өсіп келеді. Алайда орталық ғылыми кітапхана, ғылыми орда қарамағына болғандықтан бұл мекеменің қызметкерлеріне басқа кітапханалардағы жалақының өсуі таралмайды. Ғылыми орда қарамағындағы ғылыми архивтің де, Қазақстан ғылымы тарихы музейінің де жағдайы осы іспеттес. Тарихымыздың құнды жәдігерлері, бірегей деректері сақталған ғылыми кітапхананы, ғылыми архив және ғылыми мұражайдың тағдыры бұл тарихи мәдени мұраны сақтау жолында өте өзекті деп санаймыз. Осы ретте Аманат партиясы фракциясының депутаттық сауалында келесі ұсыныстар енгіземіз. Үкімет ғылым ордасы кешенінің тұрақты қызметін қамтамасыз ету мақсатында жол картасын әзірлеу үшін депутаттық корпустың қатысуымен жұмыс тобы құрылып, онда ғылыми архив, ғылыми мұражай және ғылыми кітапхананың инфрақұрылымын жаңғырту, материалды техникалық базасын нығайту, қызметкерлердің жалақысын және әлеуметтік кепілдіктерін арттыру қарастырылып, құнды құжаттарды толық цифрландыру арқылы тарихи мұраның сақталуы жүзеге асырылсын. Құрметті Тамара Қасымқызы, еліміздің интеллектуалды мұрасын сақтап қалуға байланысты бұл мәселелердің шешімін кейінге қалдыруға болмайды. Түйткілді сұрақтар туралы жедел және нақты шешімдер қабылдауыңыз қажет деп санаймыз. Құрметпен Аманат партиясы фракциясының депутаттары Елнұр Бейсенбаев, Асхат Аймағамбетов, Жұлдыз Сүлейменова. Рахмет.